Тағы басқа шығарылымдарды Easy қосымшасында тыңда. Бонустар ал. Сәлем достар. Аниме дүкен. Бүгін аниме дүкен подкастының 4-ші түсірілімі. Және бізде қонақта әрине біріншіден Жалғаз, мен Есболат. Біздің бүгінгі қонақтарымыз Жанар және Қазис. Сәлем. Сәлем. Бұл адамдар әрине біздің бұрынғы қонақтарымыз сияқты анимені жақсы көреді. Бүгін талқылайтын анимеміз ол негізі режиссер, автор Макото Синкай туралы. Және оның жаңа туындысы қалай аудардық? Есік жабушы Сэдзуме деп. Есік жабушы Сэдзуме әлде Судзуме сияқты. Кейбір жерде Сэдзуме деп аударып қойыпты. Сол есік жабушы қыз туралы әңгімелесеміз. Ал бастайық. Мен бірінші сұрақты былай қоя салайын. Бізде ескертейік, бізде ереже жоқ. Ережесіз подкаст. Төбелесе беруге болады. Шындақпен де баспындыруға болады. Ойнап айтам. Әрине Макото Синкай немен әйгілі, несімен ерекшеленеді? Ол махаббат туралы оқиғаны өте мықты көрсеткен. Оның жаңағы сызған суреттері өте ерекше. Ол Макото Синкайдың пайда болғаннан тіпті анименің жаңа бір бағыты келген сияқты болды. Сондай әсер берді көрермендерге. Оның ерекшелігі жаңағы қандай заттарды көрсете алады. Мысалы ол жаңағы пойыз сияқты, андай машина сондай сияқты нәрселер көрсете алады, бірақ та оның ішіндегі бір темірлердің жылдырауы, соны бүйтіп қосып әдемі бір көрсете алады. Оны суретшілер, жаңағы аниматорлар білмеймін, олар түсінетін шығар қалай ондайды көрсетуге болады. Мысалы еске бірінші келетіндер сол жаңағы аспан, табиғат. Және айту бір сөз айтқанда өзінің қолданбасы бірден көрінеді. Кейбір кісілер тіпті айтады, бұл жаңа Миядзаки келді деп. Әрине онымен көп келіспейтін адамдар бар шығар, бірақ та жаңалға келгенімен Макото Синкай әрине ерекшеленді. Ол өте жаңа, өте жақсы туындымен бастап өзінің жақсы көрсете алды. Әрине махаббат және махаббат. Менің бірінші сұрағым біраз осылай түсіндіріп кетейін. Оның кейбір туындыларында жаңағы бір-біріне қашық жастар, екі жас, бір туындысында екі әлемде, екі планетада тұрады. Екінші туындысында екі уақытта тұрады. Басқа туындысында екі әлемде, мысалы қазір осы дүние және қайтқаннан кейінгі дүниеде. Сондай керемет фантазиясы бар адам. Сөйтіп қойып, оған қарамастан жаңағы екі жас бала мен қыз сондай алыстыққа қарамай бір-біріне қарым-қатынасы, бір-бірінің сезімі өте күшті қылып көрсеткен. Тағы бір ерекшелік, басқа екі туындысында, барлық туындысының арасында екі-ақ туындыда екі жас, екі кейіпкер бір әлемде өмір сүреді. Ол жаңағы 5 сантиметр, секундда 5 сантиметр. Әсем сөз, бақтағы әсем сөздер дейміз ба? Әсем сөздер бағыма. Әсем сөздер бағыма. Комментария десе. Аудармашылар, варианттарын айтыңыздар. Сол екі туындыда ғана екі жаңағы кейіпкер бір әлемде, бір жақын өмір сүреді. Бірақ та айырмашылығы жаңағы алыстағы жас, бір-бірінен қашық жандар сезімдері өте күшті, олар бір-бірімен қосылады. Мына екі туындыда қосыла алмайды. Ақыры жалғыз қалып қойды екен екеуі. Соның айтқысы келгені мысалы не? Содан бастайықшы. Өте күрделі сұрақ әрине. Неге қалған 4-5 туындыда сонда бір фантастикалық әлем бар? Оның басты ерекшелігі екі кейіпкер екі айдалада. Соншама алыс, бірақ та жаңа қарым-қатынастары қатты берік, сезімдері өте үлкен. Мына екі туындыда бір жерде өмір сүргенімен екеуі айырылысып кетеді. Ол неге сөйтіп көрсетті? Жалпы шығармашылығын басынан бастау керек шығар. Қай уақытта басталған? Себебі мысалы секундда 5 сантиметр 2008 жыл басталды. Ол енді реализм, таза реализм. Уақытына байланысты деп ойлайсың ба? Мен бөлейін, қателеспесем, одан бұрын шыққан
анимеде жаңағы екі планетада өмір сүрген. Сондай болған еді. То есть сол уақытта емес, ол араластырып түсірген жаңағы. Мен сөзім бөліп жібердім. Сантиметр 5 сантиметрде қандай болды? Ол жақта жалпы екі адам метафизика яғни бір-біріне деген мықты сезімі. Мен бірінші 2008 жылы қараған, ол кезде 15-те едім. Сосын барып жылдар өте, мысалы 10 жылдан кейін басқаша көзбен қарадым. Соңғы 2008 жылы кәдімгідей былай жүректің жарақаттайды, кәдімгі жаралы сезім болып қаласың. Әрине, сенің жасыңа байланысты. Ал сосын қарағанда ойладым, мына жігіт деген бүкіл аниме бойы деген елес қуып жүрді ғой, қыздың образын қуып жүрді, сол жүрегінде сол қалып қойды. Яғни ол деген шынайы сезім ба, шынайы сезім емес па, ол деген не ғой? Әлсіз деп ойладым ба? Obsession дейді ғой ағылшынша. Одержимость сондай зат. Сосын ол кездестіргенде қарайды да, бір-біріне қарайды. Және қыз кетіп қалғанда ойлайды, уф дегенде болды, жіберді дегенде болып тұр ғой. Мен сөйтіп түсіндім сосын. Оның өзіне сенімі жоқ жігіт па? Жоқ, не шығар. Бұрында жас кезінде бірінші сезім ғой деген, енді ерекше болғасын, енді әсері мықтылау болғасын, соған енді соны ұстап қалып, сосын ойлаған ғой, мынау енді шынайы махаббатым, енді өмір бойы соны алып келіп, стадияға алып келіп, сосын барып түсінген ғой. Ересек көзбен қараған шығар. Негізі мен де соны байқадым, сондай бір тұжырым жасадым. Егер біз солай 5 сантиметр секундтан бастап кетсек, сол туралы менің байқағаным да біраз ұқсас. Анау балалық шақтың сағынышымен өмірін бірақ аяқтайтын жігіт, сондай кейіпкер туралы сияқты. Өйткені бізде жаңағы Макото Синкай өте жақсы көрсетеді, уақытты балалық шақта ең жарқын, уақыт тез өтетін кез. Содан кейін жаңағы өзі үшке бөлінген ғой сол кино. Екінші жақта, мысалы жасөспірім кезінде уақыт өтпейді. Олар күтумен ғана жүреді. Анау тек қана болашақта кім боламын, қандай маманды боламын, әйтеуір болашақта ойлайтын кезді көрсеткен жаңағы кейіпкерлер жасөспірім. Содан кейін ең соңғы кейіпкер тіпті үмітін үзген, уақыт маңызды емес, бәрі маңызды емес, тек қана бұрынғы балалық шақты сағынышпен ғана өткізетін бір біткен адам. Біраз грубо айтсақ. Кризис. Менің ең жақсы көретін аниме сол. 5 сантиметр секунд. Сол жерде жаңағы өзінің атауының өзі өте ерекше. Анау құлап бара жатқан кезде жапырағы сакураның 5 сантиметрге дейін 5 секундта жерге дейін жетеді екен. Екі кейіпкердің бүкіл өмірін сөйтіп қысқарып тастаған. Бірақ та әдемі зат түсіп бара жатыр. Әдемі зат түсіп, бірақ та жерге түсті. Ештеңемен, ешқандай бір әдемілікпен аяқталған жоқ та. Қурап қалады ғой. Сол сияқты екеуінің жаңағы кездессе де бір-біріне айта алмай тұрған сөзі. Жаңағы сенің айтқаның жасыңа байланысты сен сезім алдың дедің. Мен сенен біраз үлкен де болдым, бірақ та менің өзім кәдімгідей бір не болып кеттім да. Тіпті анау әсіресе Акари кетенге жігіттің аты кім еді? Такаки шығар, есінде жоқ. Такаки. Екеуінің енді орысша көрдім, аударған мықты болды. Сөйтіп жаңағы аяқ киіміне жас тамшылайды ғой, телефонның несінде, будкасында. Сол кезде мен кәдімгідей, ол кезде біраз сценарий жазып жүргем, соны қолданып жүрдім мен, сол сезімдерді. То есть Макото Синкайдың жаңағы ең бір келген кезде мен 5 сантиметрден бастадым, мені бір шабыттандырып жіберді. Махаббаттық уақиғалар жазуға, сезім туралы жазуға. Айту сол жақ керемет. Және де бұл жерде уақыттың қалай адамға және де сезімге әсер ететіні көрініп тұрған сияқты. Мысалға, мен бірінші бастаған кезде бұл аниманы маған бала, жігіт өте сезімсіз болып көрінді. Және де өзінің не күтіп тұрғанын алда, не болатынын білмейтін, өзі бір қиялданып жүрген бала сияқты көрінді маған. Өте қиын болды. Ол не себептен сонда болып қалды? Оның бір өзегі бар ғой. Себебі ол мен үшін ол бұрынғы шақта қалып қалған сияқты да. Балалық кезіндегі уақытта тұрып қалғанда. Ол және де ол өзінің сезімдерін, эмоциясын түсінбеген сияқты өзін. Сол үшін де мысалға қыз оған хат жазды ғой көп рет. Ол оған жауап берді, бірақ ол бәрібір де ойланып жүрді. Не болады екен, қалай болады екен? Есіне салып, ана қыздың әрбір сөздерін есіне қайталап алып, ол өзіне өте қатты сенімсіз болды. Егер біз Такакиге біраз көмектескіміз келсек, жаңағы мысалы түсіндіріп беріп деген. Оның себебі неден сондай әлсіз болып қалды?
не мысалы жас бала кезде өз өміріңді өзің шешпейсің. Мысалы ата аналары екі қалаға алып кетті ғой, содан кейін тағы біраз уақыттан кейін тіпті алысқа көшетін болып шешкен кезде екеуі телефонды қатты құшақтап қиналады ғой. Сол енді бәріміз сондай кезден өттік қой, өзіміз шешпейміз, бірақ та біз үшін бір адамдар шешіп тастаған кезде біз қатты қиналамыз. Өзің ата анаң болғандықтан ешқандай ренжи алмайсың, басқа шешім жоқ, қабылдай алмаймыз. сөйтіп біраз Такакиге көмектесуге болады, жаңағы әлсіздікті, бірақ та ода басқа шешім қабылдауға мүмкіндік болды ма, сондай сұрақ туып тұр. Қандай іс істесе оның жаңағы сүйіктісімен бірге ол қосыла алушы еді. Менің ойымша болған сияқты ода мүмкіндік. Қандай мүмкіндік? Мысалға ата анасына айтып, өйткені ол уже ер жетті ғой, үлкен ғой. Ер жеткен кезде оны былай түсіндіруге болады, тағы көмектессек, ол ұмытылған. Мысалы адам, бәріміз енді қашық болған шығармыз, сол жерден ала береміз ғой енді тәжірибемізден. Уақыт көп өтіп кетсе, бұрында ғашық болған қызды қайтадан өзіңе жақындату уақытынан кетіп қалған сияқты сезінесің да. Қазір баруға болмайды деген бір ойлар келеді. Өйткені сен өзің жіберіп алдың, сонымен енді смирись, орысша айтсақ. Сондай оправдание бар. Негізі ол деген бірге университетке түсуге болар еді, хат жазып, былай деп. Бірақ егер біз оларды қосқымыз келсе, бізге аниме қарамай, мангасын оқу керек. Мангасында бірге болды, олар хэппи энд екен мангасында. Анимесінде коммерциялық история жасағысы келген ғой, содан қоспаған екен. Немесе жанкүйерлер наразылығын көрсеткен шығар, не деген сұмдық, неге олар бірге болған жоқ, неге қосыңдар деп, сосын манга шығарып мә деген шығар. Қосайық деп. Мә алыңдар деп. Мынандай бір мәселе бар, екеуі қосылмағанның тағы бір себебі бар. Такаки өзінің тіпті ғашық болған кездегі жаңағы сезімін бәрі, соның бәрін мүлдем жоғалтып алған сияқты. Ол ана көріністі жасөспірім болған кезде бір қыз жақсы көріп қалады ғой Такакиді, қысқа шашты қыз. Ол қыз өте үлкен сезімін айтылмайтын себебі жаңағы Такаки ол ешкімді қарамайды, көзі көрмейтін сияқты, ешкімнің сезімі тұрмақ, бетіне де қарамайтын кейіпкер болды ғой. Жүрегім жабық, жүрегім жабық. Сол көріністі айтып отыр, жаңағы Макото Сенка айтып отыр, болды, бұл бала бітті. Бұл жерде жаңағы кімнің, балаға шақтың құлы немен дейміз енді. Сол жерде байланып қалған бала, кейіпкер деп. Бірақ та әдейі сол жаңағы қысқа шашты қыздың несін, сезімін екенін қарым-қатынасын көрсетті ғой. Маған сол қызбен қосылса жақсы болушы еді деп ойлап қалған мен. Сөйтіп үміттеп кеттім, өйткені анау қыздың сезімі өте әдемі болды. Сондай әдемі сезімді көрсеткен, сондай әдемі ішкі жан дүниесімен әдемі қызды қалай таңдамасқа? Неге оны жасамасқа? Жасамасқа неге? Не ғой, күн жарық бар ғой, Али деген. Соның әні бар ғой, туламайды деген. Сол жақта дәл сол не ғой, дилемма, яғни жарайды сен мен ұнатым, бірақ менде саған сезім жоқ деген, жоқ туа алмайды ол енді, ештеңе шықпайды дегендей. Иә, сол ғой, сол мәселе енді жүрекке әмір бола алмайсың, сондықтан қалай болады, солай болады. Ал мұнда енді ода білмеймін, ана қызға тым ештеңе болған жоқ. Және ол әлемге жабық болған соң оған ештеңе әсер етпеді. Ана қызды тіпті байқамаған сияқты ол деген анимеде. Біз әр анимесіне жарты сағат өткізбей қояйық. Бақ, әсем, әдемі сөздер бағы, әлде қандай комментария? Көркем сөздер бағы ма? Көркем сөзі бар. Сонда тағы бір қиындық. Жас баламен, былай тура айтсақ, оқушы мен мұғалімнің арасындағы пайда болған сезім. Бірақ та жаңағы мен байқауымша, көп адамдар байқаған шығар, баланың әрине жасына байланысты сезімі өте шынайы, ашық, міне адал. Мұғалім махаббаттан өкініп, жаңағы махаббат сезімін жоғалтқан бір адам сияқты, кейіпкер. Сөйтіп көрінді. Есейген. Бірақ та ол жақта бір жаңағы нені көрсетіп қойған, қауымының осындай қарым-қатынасты қабылдамайтын бір сахнадан көрсетіп қойған, бірақ ол маңызды емес сияқты. Ең маңыздысы
екі адам бір бірімен бола алмай қалды, қосыла алмай қалды. Себеп бір жақтан ғана болды, мұғалімнен. Сұрақ десе. Мұғалім не үшін, қалай жаңағы сияқты такаки сәт көмектессек, мұғалімде мүмкіндік болды ма? түрмеге кетпеймін ғой деген былай шынайы махаббат жасқа қарамайды деген сияқты. дилемма ғой мында, педофилия дилеммасы болып кетеді. Егер бірге жүрсе бәрі білсе оны. Әрине біз жапон несіне қауымда қалай екенін білмеймін, бірақ шетелде енді ол жерде бәрі мүмкін. Әрине біз, менің ойымша, біз олай Макото Синкайды бірақ түсірмей ақ қояйық. Ол бірдеңе, басқа бірдеңе айтқан себеп. Жалпы не ғой, жаңа байқағаным, Макото Синкайдың туындыларындағы бір ортақ тақырып тосқауыл, яғни тосқауыл, арақашықтық тосқауылы, жалпы әлемдер тосқауылы, уақыт тосқауылы, және де мында енді жас тосқауылы. Енді махаббат жасқа қарамайды дейді, бірақ мында солай болып тұр. Жасқа қарап тұр. Қарап тұр, иә. Өте дұрыс аналогия. Жоқ, қазіргі жаңа этика тұрғысынан айтатын болсақ, махаббат жасқа қарап тұр. Әрине. 18-ден кем болар еді. Және қосылмай қалғандығы солай болу керек деп есептегендігінен туған шығар мүмкін автордың. Автор ойлаған шығар, мұндай балалық кездегі сезім, мұғалімге деген сезім, ол енді көп адам басынан өтеді ғой. Негізі оған көп нәрсе, көп әдеби шығарма бар, көп кино бар ол туралы түсірілген, көптеген адамдардың естеліктері бар. Менің ойымша бұл сезім болады, және осы бала махаббат күйінде қалу керек дегенді айтқысы келген. Оны тым ары қарай дамытып жіберетін болса, оның бүкіл магиясы таусылады. Мүмкін тағы мынандай шығар, біраз ақылды болып көрейін. Философия. Философия. Жаңағы үлкен әйел, жасы келген, тәжірибесі бар әйел, ол махаббатқа көзқарасы басқа әрине, жаңа бала қарағанда. Ол баланы ластамайын деген бір ой болуы мүмкін. Басқаша айтсақ, ол баланың қазіргі махаббатына сенбейтін шығар. Өйткені қазіргі махаббаты ол қазір, кейін мен білем ғой, сен кейін қандай адам болады деген сияқты бір ой бар шығар. Кейін сен бәрібір бәрі еркектер сияқты қателік жасайтын адам болып шығасың. Сондықтан мен шеше салайын, біз екеуміздің арамызда сол сезім болмау керек деген сияқты. Сондай үлкен өзінің тәжірибесімен әлде мен қателесем ба? Немесе ол қоғамның сынауынан, сын сөздерден қорққан шығар. Содан да болуы мүмкін деп ойлаймын. Менің ойымша, жаңағы алдында айттық қой, қоғам, жаңағы қауымды оны қабылдамайды деген сияқты. Ол өте қарапайым сияқты себеп. Ол себеп ең басты емес сияқты. Ал басқа туындыға көшейік деп бәрін тезіз көшейік. Менің ойымша жаңағы автордың стилі несі туралы да бір қысқаша айтып өту керек сияқты. Макото Синкайдың мысалы маған ұнағаны осы анималердің бәрін көрмегенмін, ескертейін, бір-екеуін көргем. Сол жерде кинематография әдісімен жасауға істегендігі. Структураны. Иә, былай қарап отырсаң, анимацияда әдіс әлдеқайда көбірек қой негізі. Неше түрлі нәрсе жасауға болады, сурет салып отырды. Өйткені техникаға бағынышты емессің, өзің қиялыңа ғана бағыныштысың да. Ал Макото Синкай барғанда сол кино әдістерін пайдаланып, камераның жылжуы деген сияқты осындай басқаша айтқанда реальный адамдың өміріне байланысты ұқсас. Максимально реализм жасауға тырысқан, сонысы маған ерекше сияқты болып көрінеді. Соңғы туындыларында жаңағы сенің атың, әлі атың кім? Your name. Және ең соңғы туындысында көбірек қиял заттарды жасаған. Мифология араласқан. Көптеген сұхбаттарында ол айтады ғой, мен көп адам көңіл бөлмейтін заттарды жасаймын, саламын деп айтады мысалға. Ол шынымен де көп киноларында, то есть фильмдерін көрсеңіздер, Макото Синкайдың кішкентай заттарды ол өте әдемі қылып салған. Мысалға ол аспанды салған жақсы көреді. Аспанның өзін қалай әдемі бұлттарды салады. Ол тоже бар. Жаңағы детальға тағы көңіл бөлсек, жаңағы біз айтып келе жатқан анимеде бала туфли жасайды ғой, әйелдің туфлесі. Менің ойымша өте әдемі ойлап тапқан жаңағы баланың ерекшелігі. Өйткені жай ғана ғашық болған жоқ жаңағы әйелге. Ол әйелмен қай кезде кездесті, қалай кездесті, және ол бала не істейді, не бере алады жаңағы әйелге. Ол өте әдемі болды. Бұл жерде жаңағы жалғас айтпақшы, реализмдегі бізде мысалы кинода мынандай заңдылық бар ғой, реализмге ұқсамау керек, өйткені реальный өмір кинодан қарағанда сұр, қызықты емес, кинода бәрі әдемі, тез болады, басқаша болады деген сияқты.
жаңағы Макото Синкай реализмге ұқсатып, бірақ та жаңағы детальдар арқылы өте әдемі нені көрсете алды. Біз жай адамдар, мысалы, жай өмірде көре алмай қалатын заттарды көрсетіп береді, аңғармайтын заттарды көрсетіп шыққан. Бір кішкентай ғана өмірде күнделікті өзің назар аудармай жүрген бір нәрсеге 5 секундтық кадр береді да, қарап отырсың. Оған қанша уақыт құртқан екен ол салу үшін. Сол кадрды көріп, қанша таныс болса да, бірінші көрген сияқты көресің. Соның ерекшелігі сол жеткізе алатын, әдемілікті жеткізе алатын. Басқа қандай, мен өзім жалғыз сияқты бәрін көрген жоқпын, бірақ та менің жаңағы енді бүкіл көрермендер көп көрген, мысалы, сенің атың шығар. Сол туралы айтсақ, ол енді жаңағы екеуіне ұқсамайды, әрине. Жаңағы фантастикасы да бар, жаңағы нелер, метафоралар бар. Сол жерде кім ғазиз айтпақшы, тағы бір тосқау бар. Екеуі мүмкін емес қосылуға. Бір-бірін көре алмайды, басқа. Бірақ та жаңағы не арқылы өзінің уақиғаның өзінің ойлап шығарған комменті туралы көрініс бар ғой. Сол арқылы екеуін қоса алған. Сол мені жұмбақ ретінде сұрақ қойғым келеді. Екеуі қалай байланыс? Неге ол екеуінің байланысы бар? Оны қалай түсіндірді Синкай? Екі уақытта өмір сүретін кейіпкерлердің байланысын қалай түсіндірді? Қиын сұрақ, сабақта отырмыз. Ал мен айтып берген оқушылар. Бір неде мен ең бірінші көргенде әрине түк түсінбедім. Кинотеатрды көрген кезде. Сосын 2-3 рет қараған кезде ана комета құлаған жер. Бірінші комета құлайды, ол жерде кратер пайда болады. Ол су бар, сол суда жаңағы әлі жарылмаған қала тұрады. Сол көріністі түсінікті болып тұр. Екінші комета құлаған кезде қала құртылады екен. Оның ішінде жаңағы қыз кейіпкерді қайтыс болады, семьясымен бәрімен. Сонда ең бірінші комета құлаған кезде екіге бөлінген екен. 100 бәлен пайыз ол, Оны еске түсірсек, көресіңдер. Бір комета екіге бөлініп, екі кратер жасаған. Біреу жаңағы көл, қала құрылған көл. Сосын екіншісі бір киелі жер. Кемпір мен екі немере қыз, жаңағы кейіпкер өзінің сіңілісімен барады ғой. Неге? Үңгірге. Сол жаңағы авторлардың түсіндіру бойынша сол екеуі қыз бен бала. Сол қыз бен бала, сол екеуінің байланысы сол кезде пайда болған сияқты. Мен көп сөйлеп кеттім мына жерде. Мен өзім негізі әрине Миядзакиді таңдаймын. Ол екеуін салыстыруға болмайтын сияқты. Бірақ та Синкайдың өзімне жаңағы айтып отқаныма көрініп тұрған шығар, үлкен әсер берді Синкайдың кинолары. Мысалы жаңағы айтып отырған әңгімеңнен ой пайда болды да. Бізде адамдардың арасында жалпы біреудің ішіне кіріп шыға алмайсың деген сөз бар да. Ішінде не ойлап тұрғанын білмейсің деген. Себебін білмейсің. Ал Макото Синкай осы оқиғаны тікелей шешкісі келген сияқты да. Сен бір адамды танып білуің үшін сен оның ішіне кіруің керек. Денесімен ауысуың керек. Анау тікелей сурет деген әдемі. Күшті метафора жасауға тырысқан ғой былайша айтқанда. Сен кіріп шықпайсың дегенде, кіріп шықса не болады? Кіріп шықса не болады екен тексеріп көрейік деген ғой. Соны көрсеттік екен, күшті метафора демекші. Американың киноларында, ақш-тың киноларында 11 қыркүйектен кейін киноларында енді жаңағы кейіпкерлер құтқарады, бірдеңе құтқарады, сондай бар, яғни не аналогия неге жаңағы терактқа. Ал мұнда да шама ұқсастық бар, яғни екі кометаның құлауы, екі жаңағы ядролық қару, атом бомбасымен сол не сияқты бір уақыт артқа шегіріп сол халқын құтқарсам не болар еді дегендей сол шамалы сондай сәл ұқсастық бар, сондай рең бар. Сондай бір артқы бір несі бар, өзінің айтқысы келген. Солай сияқты сөйтіп қарау болады, СПГ қоссам болды ғой. Әрине. Тіпті Миядзаки әр авторда өзінің бір көздеген бір несі бар, пасхалка сияқты. Неше түрлі интерпретация жасап кете беруге. Сол өнердің аты сол. Дәл осы жерде біз кімге көшуге болады? Жаңа ең соңғы туындысына. Өйткені Судзумаде жаңағы жарылған жер, құртылған қалалар, жабылған жерлер, соларды көрсетеді ғой көбінесе. Сонда мен жаңағы кім қайсы сияқты мен ең басында көрген кезде
кейін әрине өзгерді ойым, бірақ ең басында мына жерде руина жақын жерде бар ма деп сұрады ғой. Құрт пайда болды деді ғой. Соны жабу керек, қайтару керек, есік жабу керек деді ғой. Сол кезде мен жаңағы тағы 2 атом бомбаны есіме түсірдім. Мүмкін сол біраз жасырын түрде соны айтқысы келіп тұрған шығар деп. Өйткені сол қалай сол ойға келдім. Мен мысалы жапондық болмасам да, мен бұрында көп ойланатын, неге адамдар кешіре алды деп. Қанша мысалы бұрын болған уақиға болса да, бұндай енді масштаб, кешіруге болмайтын масштаб, трагедия масштабы деп ойлайтынмын. Сонда сол жаңағы жапондық авторлар кешіру керек деген суреттерді, сахналарды көп көрсетеді. Сол кезде егер сен кешіре алмасаң, жаңағы сияқты құрт сияқты бірдеңелер шығып, тіпті жаман болады. Дегенді өзім бір келтіріп көрдім. Тағы бір интерпретация ма? Содан кейін сөйтсем, ол басқаша екен. Ол біраз ұқсас, бірақ та жер қозғалыстың өзінің себебі бар екен. Экологиялық себебі бар ма? Экологиялық себебі сенің жерің, сенің бүкіл табиғатың бәрін саған қайтарамыз. Саған қайтарамыз. Біз соны адамдар ойлап қалды өзіңкі деп қайтарамыз деген. Сол жерде бүкіл осы мағына тұрғысы киноның. Мына жақтан Миядзакиға жақындапты ғой. Экология бойынша жақындаған сияқты. Принцесса Мононоке сияқты. Жалпы Миядзакида көбісіне сол ғой, технологияға қарсы, табиғат пен технологияның несі күрес. Адамдардың қарым-қатынасы табиғатпен. Адам мен табиғат, адам даму үстіндегі адам мен табиғатты негізі бір болу керек. Қалай бір болу керек? Адам мен табиғат бір болу керек қой, өйткені біз тоже соның бір бөлігіміз табиғаттың. Ал біз өзімізді жоғары деп санап кеткенбізде, мысалға биік үйлер салып, тас қылып, бүкіл жерді цементпен қоршап, табиғаттан алыстап кеткенбіз. Сол үшін де бұл жерде фильмде бар сондай отсылка. Мысалы адамзат бәрі сұрақтарды өзі шешіп кетті. Өзіне қатысы жоқ затты өзі шешіп кетті. Араласып кеткен табиғаттың арасында. Заңдылықтарды бұзған. Сол Миядзаки, Макото Шинкай оны насихаттайды. Экологиялық проблемаларды ол көп талқылайды. Өзі активист болды енді кезінде. Бізде Миядзаки туралы мен басқа жеке түсірілім жасайын деп едім. Бірақ салыстырып көрейік. Айтып кеттік қой енді. Миядзаки туралы айтпаса болмайтын сияқты, әр жерде. Міндетті түрде. Көп салыстырады ғой Макото Шинкай мен Миядзакиді. Ол бір не сияқты, андай шеңбер биіктік сияқты, соған жете ма, жетпей ма деген сияқты. Қалай ойлайсың? Жетеді ма? Әрине жетпейді. Менің ойымша Макото Шинкай жетпейді Миядзакиға. Бірақ оның уақыты бар ғой. Қанша екеуі екі стильдегі авторлар болса да, оның себептерін айтып Макото Шинкайдың жанкүйерлерін ренжітпей қояйын. Білмеймін, салыстырған дұрыс емес сияқты. Және де ол өзі салыстырған жақсы көрмейді Хаяо Миядзакимен. Сол үшін де мен ойлаймын, что оның жұмыстары ол орысша айтқанда вдохновляется. Хаяо Миядзаки оған мотиватор сияқты. Өйткені оның жұмыстарын көріп, осылай жасау болады екен ғой. Ал мен өзім ойымды, өзім ішкі дүниемді, не айтқым келетінін адамдарға сол кісі сияқты жеткізе алам, олай болады екен ғой деген сияқты. Сол үшін ол өзінің стилін ойлап тапқан сияқты. Былай ұқсайды деп айтамыз, бірақ ерекшелік бар. Бір қызық байқаған зат, Макото Шинкайдың жаңағы соңғы туындысында вертолетпен журналистер ұшады ғой. Сонда Миядзаки арнасы деп. Миядзаки арнасы екен. Сондай болады, кажется. Соны бір-бірін бүйтіп жанамалап жүреді. Күлкіш сондай бірдеңе болды. Ол енді жақсы несі қойған ғой. Мені жоғарыдан көріп тұр деген сияқты бір сөз айтқысы келген шығар. Сол алдында айтқан не ғой? Біз мысалы өлім дәптерінде бетіп, жағаласып, бетіп, мынаны мына жерде Макото Шинкайдың өзінің несіне байланысты. Өзінің темпіне түсіп алды. Мына жерге су тамшылап тұру керек. Аспа, тып-тыныш бір құстың айғалағанымен шығып кетеді. Поездла өтіп кетеді. Бірақ менше бәрібір Миядзаки мен Шинкайды салыстыратын адамдар болады. Олар көп. Себебі екеуі бір жанр ғой, қанша дегенмен. Анимені егер бөлек жанр деп қарайтын болсақ.
вот сондықтан салыстырады, оны қанша қашқанымен қашуға тырысқанымен салыстыру керек деп ойлаймын. Просто екеуінің әдісі екі түрлі сияқты да, менің ойымша. Миядзаки ол фантазия әлеміне қарай көбіне назар аударады, ал Макото Шинкай реализмге қарай. Екеуінің инструменті екі түрлі, бірақ айтқысы келіп отқан нәрсесі бір да. Сондықтан салыстыратындар болады бәрібір. Кім мықты деген сұрақ не жерде жүр деп. Джеки Чан мен Брюс Лині салыстырған сияқты мысалы. Немесе Димаш екінші Витас деген сияқты дұрыс емес, мүлде дұрыс емес тұжырым. Иә. Макото Шинкай туралы басқа не айтасыздар? Не қандай ерекшелігі бар байқаған? Ерекшелігі ол өз қолымен салады, өзінің жұмыстарын барлық осы аниме жұмыстарын бәрін өз қолымен. Мен бірінші рет 2015 жылы білдім осы кісі туралы, қателеспесем. Сол кезде ол кісі өз мына жұмыстарын барлығын шынайы көрінетін, өз қолымен салады, өзінің ойымен салады. Мен соған өте қатты таңғалғанмын, және де сол күннен бастап мен оның фанаты болып болуды шештім. Ол басқа жағынан айтқанда ол өте үлкен жұмысты өз қолымен жасап, оның сол мен де онда естіп ол адамды көргім келді да, сосын көргеннен кейін түсінікті дедім. Алба жұлба кіргір біреу отырып түсінікті, онда өз жасайды. Және де үлкен бір күшті ерекшелігі ол аспанды қалай жақсы көретін. Аспанды өте ерекше қылып салады, әдемілігін прям жақсы күшті көрсетеді. Осы аспан туралы айтқан кезде бір сұрақ қойғым келеді да, бізге жақын сияқты. Біздің табиғатымызда бар ғой. Синтоизмге шамалы жақынырақ. Синтоизм мен тәңіршілге ұқсас. Тіпті өте ұқсас, өйткені ол жақта да әруақтар, неше түрлі құдайлар, аңыздар бар әртүрлі. Табиғатқа жақындық. Мынандай бір әдемі сұрақ келіп тұрған сияқты. Осы келген қонақтардан сұраймын, бізге қазақтың болмысына жақын қандай бір оқиғалар бар, әлде сонда ұқсас, өздеріңізде ойда жүрген бір оқиға бар, аниме қылып түсірсе өте әдемі болады деген сияқты. Табиғат туралы түсірген дұрыс сияқты. Қазақтың табиғаты болса да қандай нақты, қандай аңыз ретінде ма? Мысалы бір таспауыл деген бір оқиға болушы еді, соның енді өзінің суреттемесі бар ғой, таяқпен кімді тасқа айналдырады. Сонда бір оқиға. Ескі кино ол. Оны аниме қылып жасауға болады ғой, доктор Стоун сияқты. Анимеде жанрлар көп қой, былай қарасаң. Ұрлап тұр бізден, доктор Стоун. Онда мен тағы ақылды болып мен айтайын, бір нұсқа. Бізде мынандай аңыз бар. Бұл тәңіршілер, шамандар дейміз ғой. Шамандарда сондай өзі белгілі бір аңыз. Мынау бізде жүгіріп жүрген, далада жүрген қасқырлардың анасы айда қалып қойыпты. Сол себептен бүкіл қасқырлар улаған кезде сол анасын сағынып улайды. Сонда қасқырлардың енді ата-ана дейміз ба, ең үлкен анасы сол жақта. Мен соны естіген кезде көз алдыма жаңағы өте әдемі суреттер пайда болды. Бір ана жердегі қасқырдың анасының келбеті қандай болу керек, сосын қарап тұрған қасқырлар қалай тұру керек. Сол баяғы сол фантазия ойып кетеді. Сонда бір аңызды естіген кезде. Ол біздің жаңағы тәңіршілердің, бір шамандардың бір айтып жүрген әр жануарға байланысты сондай да бар екен. Тіпті өрмекшіге байланысты бар, арыстанға байланысты бар. Айту уақиға жетеді, аңыздар жетеді. Оны түсіре беруге болады. Қорқыт ата туралы анимация түсіруге болады, бір экшн болып, ажалдан қашып жүрген туралы, жаңағы қобыз ойнағанда ажал жақындамайды дейді, сосын барып жаңағы қобыз ойнап қорғайды. Мысалы немесе қорқыт атаның сол қобызы деген бір артефакт алсақ, осы артефакттың жанында сол оқиғаны құрастыруға болады. Мысалы тіпті үлкен қаланың өзін қобыз куполы деген бірдеңе жасап па, ойнап тұрған кезде ешкім кіре алмайды. Ойынды ішінен тоқтату керек. Ана кіргізу үшін, сондай бір кепкел жасау болады. Әрине. Макото Шинкай Қазақстанда тұрғанда мен осы көктемде, қашан көктем аяғында ойлап едім, көшеде кетіп баратырмын Сатпаев бойымен, және де қарағаштар бар ғой, соларда не бар ғой, дәндері ма түседі ғой. Бүршіктер. Бізде мынау сакураның орны деп ойлайтын. Кетіп баратырмын, күн түсіп тұр, әдемі болып ойлаймын. Макото Шинкай қазақ болса, осыны бейнелейтін еді міндетті түрде. Ол тезірек түсе ма 4 сантиметр жылдамдықпен. Сосын жаңағы тополь деген ағаш бар ғой, қазақшасын білмеймін.
терек па соның теректің мамығы бар ғой соны әдемілеп беруге болады енді және әрине аллергиядан сол қиналып жатқан адамдарды сипаттауға болады комедийный болады ол аллергия апокалипсис. Бізде тағы бір менде бір сұрақ бар, қонақтарға бәріне сұрадым. Неде аниме әлеміне, анимеге не себеппен қызығып, ең басында сол қызыққан сәт естеріңде болса? Ол кезде джетикстан жалпы Нарутодан басталды бәрі. Наруто ма, короче, шамалы басталды. Не түрткі болды, қандай сахна? Жалпы мәдениеті, сол несі колориті, өздерінің колоритін қалай көрсетеді, мәдениетін жаңа шалап көрсету, музыкасында заманауи қылып көрсету. Мысалы Нарутоны алсақ, ана жақта біз байқайтынымыз рок ойнайды, бірақ және де өздерінің ұлттық аспаптарымен ойнап жатады. Және де егер де спортпен алысатын болсаңдар, сол Нарутоның саундтректарын қосып қойсаңдар, күшті күш береді анау кәдімгідей әрбіріне любой не болды. Содан жақсы. Мысалы осы жер ұнады маған. Көзқарасы және табиғат көзқарасы, өзінің мәдениетіне деген құрметті сыйластығы сонысын ұнайды. Сонда Нарутоның бір кейіпкері сенің нең болды, батырың болды ғой? Жалпы үлгі тұтатын бір адам болды ма сонда? Өзіме қызық болды сол. Нарутода мысалы берілмеуді үйренесің, Саскедан өзі қойған мақсатына жетуді үйренесің, не болса да сол сияқты. Әр кейіпкерден бірден алуға болады негізі. Сізде? Мен үшін ол қиын замандарды кешуге өте қатты әсер еткен аниме. Өйткені мысалға жасөспірім кезінде көптеген адамдар түсінбейді мені мысалға болады. Көп сені түсінбейді, көптеген сұрақтарым болады өмірге деген. Не істеуім керек, қалай болуым керек, қандай болуым керек, кіммін деген сұрақтар көбейе бастайды. Сол кезде мен аниме қарай бастадым. Хаяо Миядзаки, Макото Шинкай және де сериал обычный анимелар болады, көп сериядан тұратын. Сондайларды қарай бастадым. Кстати, Нарутоны қараған жоқпын ешқашанда. Так, сол анимеде мен өте қатты кейіпкерлерді жақсы көремін. Олар сондай өмірдің қаталдығына қарамастан, өмірдің қандай қиындығына қарамастан, олар әрқашанда жеңуге тырысады, ешқашанда бермейді. И мен үшін ол өте үлкен, орысша айтқанда, мотивация береді. Сол үшін мен анимені қатты жақсы көремін. Және де мен психологқа бармасам да, маған аниме өте қатты көмектесті деп айта аламын. Ішкі Наруто бар ма? Наруто көріп. Каждый раз, мысалға, мен аниме көрген кезде менде жаңадан эмоциялар пайда болады. Мен бірінші рет көріп жатқан сияқтымын анимені. Жылап та қалам кейде. Өйткені ол кейіпкерлердің батылдығы, қалай дос болу керек, қалай жақсы көру керек, қалай өзіңді жалғызды тастамау керек, сондай сияқты сабақтарды береді. Сол үшін де мен анимені жақсы көремін, және де тегін психолог функциясын атқарады. Тоже да. Эскапизм. Психолог функциясы, ата-ана, мұғалімдер, дос. Қазір кішкентай балаларға даже сол анимені көрсеткен дұрыс сияқты. Өйткені мен племянниктарыма көбінесе анимені қара, ананы қара деп өйстіп айтамын. Олардың қарайтыны Майнкрафт, не сондай Майнкрафт түсінбей көреді. Ақымақ киномультиктарды көреді, кешіріңіздер. Жастар неше сонда? Сонда сондай. Жаңағы Майнкрафтты балалар қарайды ғой, тоқтамай. Оның себебі қандай? Балалардың сол балалардың бастары түртіш па, Майнкрафт сияқты? Макото Шинкай сияқты денесімен ауысып көруіміз керек сияқты. Оны жастар. Мағынасы де. Сол кезде түсінеміз. Даже мен ойлаймын, что мектептен бастап, детсадтан бастап осы Хаяо Миядзакиның анималарын бәрін қаратқызу керек сияқты, көрсету керек сияқты. Өйткені мен көп байқаймын, кішкентай балалар білмейді өздерін қалай ұстау керек екенін, қалай табиғатты сыйлау керек екенін. Олар оны түсінбейді. Үлкендер оған айта алмайды. Ал мысалға осындай фильмдерді көрсетсе, олар түсінетін сияқты соны. Анау өмірде кездескен белестерге анау аниме арқылы дұрыс жауап алады. Сабақ үйретсе болады, Мынандай бір қызықты ой келіп тұр, осы тақырыпқа байланысты, өздерінің жастықтарына байланысты, қыз жағынан, бала жағынан махаббат туралы бір сұрақ қойыншы. Қандай болу керек? Ол өте жалпақ, бірақ та қандай аниме? Өздеріңіз жауаптарыңызды былай шын айтып көріңіздер. Махаббат, мысалы, ең басты тақырып қой Макото Шинкай. Сондықтан өз ойларыңыз, мысалы, баланың көзқарасы,
махаббат қандай болу керек? Қиын сұрақ негізі, қандай болу керек те бір адамға екі байланысты ғой. сөздермен суреттеп сипаттауға болатын шығар, бірден қылып түсіндіруге болатын шығар. Енді адам махаббатты енді істемейтін зат істейді ғой. Сол яғни берілу, толықтай берілу, басқа жанға толықтай берілу, соған коммитмент дегендей. Сол Мүмкін сұрақты басқа жол, махаббат деген не деген сияқты? Анау не сияқты, дут сияқты. В чем сила? Сондай бір не болып кетсе бәріміз. В чем махаббат? Мысалы Хаяо Миядзаки ол өзін айтады фильмдерінде, көбінесе мен жақсы көрмеймін дейді, қыз бен жігіттің тек қана махаббат араларында тек қана махаббат болатынын көрсеткенді жақсы көрмеймін дейді. Ол кісі айтады, мен қыз бен жігіттің арасында достық сезімі болатынын көрсеткім келді. Мысалы көптеген фильмдерінде оларды байқайсыздар, қалай Миядзакиде жоқ қой. Ол кісі айтады, вот сол үшін менде романтикалық сезім жоқ, мен ондайды көрсеткім келмейді, өйткені қыз бен жігіттің арасында достық деген қарым-қатынас сондайды болу керек, ондай болады деген сияқты. Жаңағы кім бір-бірін бірінші екеуі қарсылас болса да біреуі бірінші екіншісін құтқарады, сол құтқарғанның арқасында екіншісі ғашық болады, оған жауап береді, солай жақын болып. Мен де есіме түсірсем, мындай махаббат деген жоқ екен ол жақта. Оның айтқысы келгені мысалы құндылық, нағыз құндылық неде екенін көрсетіп тұр ғой, достықта. Макото Синкай ол енді бар, ол Тек қана махаббаттан тұрады сияқты. махаббатты романтик бір-біріне түбегейлі қарама-қарсы мінез жағынан сезімді бүйтіп бұрап керемет насихат. қиындатып жүрген сияқты. Макото Синкай эмоция, Хаяо Миядзаки рацио болып тұр ғой, ақыл, сана. Қандай Вот айырмашылығы. ақылды. Мынандай неде бұл Макото Синкайға біраз көмектесейік, ол қатты поп болып кетпеу үшін ең соңғы туындысында әр адамға жақын бір сезімді көрсеткен, жаңағы қыздың бүкіл жаңағы өз жүгіріп жүрген, тырысып жүрген себеп ол тек қана жаңағы балаға қашық болғандықтан емес қой. Жаңағы анасын іздейді ғой. Анасын мысалы кетіп қалғанын, анасының осы әлемде жоқ екенін білсе де, есейген қыз бәрібір әлі жібермеген, соны нақты соңына дейін жіберу түсінігін осы неде көрсетіп берді ғой, осы уақиғада. Мен сол жерде өте керемет таң қалдым. Мықты деп, ол тек қана екі бала мен қызды емес, басқа жаққа да көрсеткен. Бұл жерде есік жабу ол тек қана экологияға байланысты емес, ол бұрынғы мысалға өмірге байланысты сияқты. Біздің өмірімізде де бар ғой бұл, мысалға есіктерді жаппасаң, жаңа есіктерді аша алмайсың. Тура сол сияқты да ол бұрынғы өмірін жібермеген, трагедия болып қалған ол үшін. Сол үшін де ол түстер көреді ғой, түс көріп күнде сол бір мамасын іздеп жүрген. Соңында көрсетеді, ол есікті жабады и ол бұрынғы естеліктерді жеңіл жүрекпен жіберуге тырысады. Сол оған көмектеседі. Негізі бұл жерде және де ол бұрынғы затты жібермей, мысалға естеліктерді, өзінің балалық шағын жібермей, қасындағы адамдарды байқамай қалған. Мысалға тетясы болды ғой, тәтесі жақсы көретін оны, ол байқамаған оның сезімдерін. Мысалға қасында достары болған, байқамаған. Ол бұрынғы өмірмен сүріп жүргенде, бұл кинода соны көрсеткен. Оның қараған бағыты тек қана бір жер ғана болғандықтан, бұрынғы естеліктерге байлаулы болған, бағалы адамдарды байқамаған. Бірақ та мына жерде жаңа қызбен кішкентай кезіндегі анасының қарым-қатынасы өте әдемі көрсеткен ғой. Сол жаңағы кімнің қыздың неден айырылғанының көлемін өте қатты көрсетіп тастады ғой. Сонда кей кезде ойлап қаласың, бұл қыз тіпті лайықты сондай, қанша қателессе де өте керемет не болған ғой. Сонда жаңағы жер қозғалысты қолданып, Макото Синкай, қаншалықты сен қатты сезімің лайықты адам болсаң да, бәрібір табиғат сені құртып жібере алады. Бірақ та ана әлем мен мына әлемнің бәрібір байланысы бар. Жаңағы үлкен сезімдерді ештеңе құрта алмайды деген сондай бір тағы сурет бар ғой. Бұл кино еще көп адамдарға Япониядағы терапия болған сияқты. Өйткені бұл, білесіз бе, бұл оқиға шын өмірде болған.
бұндай жер сілкінісі. Бұл жер сілкіністен қаншама адам өзінің жақын адамдарынан айырылды, әкесінен, шешесінен, әпкесінен, қарындасынан. Сол көп японецтарға терапия сияқты айтылған сияқты. Бұрынғыны жібер, жаңа өмірге, өмір бас, қадам бас, жаңа өмірде жақсы адамдар көп, сені бағалайтын, жақсы көретін. Бұрынғы өмірде ол уже болды жабық деген сияқты. Жаңағы әр жабатын есіктердің тұрған жерінде, есіктер тұрған жерінде естеліктер бар ғой. Қайғы болған күріс жерлер ғой. Бір жерде жер қозғалыс болды. Бір жерде жаңағы туннельде, мысалы, пойыз тұрған жерде жер қозғалыста көп адам бірден өлді ғой. Сосын жаңағы там парк, аттракцион. Соны расында да көп адамға бірден айтқан, жіберіңіздер, табиғат. Ол тіпті адамдарды өзін кінәлап тұрған да жоқ. Кейбір адамдар ойлап қалуы мүмкін, өздерін кінәласыңдар өлгенге. Мысалы, табиғат сендерді жазалады деген сияқты. Олай ойлап болмай ма? Болмайтын сияқты. Не ғой? Форс-мажор ғой? Неге болмайды? Осы енді бір жаман Макото Синкайға тиіскімізге отырсақ, осылай айтуға болады ғой. Неге ол осы оқиға жаңағы табиғатты лайықты емес адамдарды жазалап тұрған деп айтуға болмайды. Жаңа көріністердің бәрі. Бұл жерде бағалау сияқты. Не бар, сол мысалға бар уақытты бағалау, қазіргі уақытта өмір сүрген сияқты ол адамдар. Олар білген сияқты өзінің мысалға қауіпсіз, то есть қауіпті жерде тұратын біледі ғой, теңіздің тура қасында цунами болатын жерде. Олар оны біле тұра бір-бірінің қасында тұрған сол жерде. Олар менің ойымша қабылдаған сияқты ол нені жағдайды. Бір күні болады деп. Олар қашпаған ол неден. Болатын сияқты. Жаңа алдында айтқандай аниме жанкүйерлер біраз жапондық адамдардың несіне ұқсас қой жандары. Сол жаңа біздің қонағымыздың көрініп тұр ғой. Ойлау қабілеті, ойлау тәсілі жапондықтарға ұқсайды. Өте андай ашуға ешқандай бой бермейтін. Пацифист па таза? Пацифист. Мықты екен. Мен жамандағым келген жоқ көрмей қалдым. Жалғыз бірдеңе деп айтып отырсың, мен табысып қалды сөзім. Енді жақсы көретін анимелерге көшейік. Бізде әр санда келген қонақтарымыз өздеріне ұнайтын анимелерді рекомендация жасайды. Үш аниме. Ковбой Бибоптан бастай аламын. Керемет аниме, Шиничиро Ватанабе жасаған. Сосын екінші аниме десек, қайтып Шиничиро Ватанабе несі Самурай Чамплу. Қызық, күшті. Ұнады, және қайтып тек бір маусым оқиға басталады, мына заттан басталады, мына заттан аяқталады, болды. Үшіншіге көшпей тұрғанда мына аниме туралы бір сұрақ, мені сол мазалап жүрген сұрақ. Анау күнбағыс иісі шығатын самурай тапты ма? Білмей, есімде жоқ, тапқан сияқты. Сол бүкіл уақиға болды іздеп жүрді ғой. Қыздың әкесі ма, сол Фудың әкесі ғой дейм. Сол қыздың әкесі болып шықты. Соны іздеп жүрді. Күшті аниме, өте керемет. Сосын үшіншісі десек, тағы ең әсер қалдырған не шығар? Секундтан 5 сантиметр жаңағы айтып кеткен Макото Шинкайдың. Және де ұнаған не сынады, реализм ұнады, әрбір детальдар керемет салынған, соған несі назар мұқтаударар. Сөзсіз, сол қарайсың да, вау дейсің, шынайылық сияқты, керемет дейсің. Менің 3 үздік анимем осы енді. Керемет. Мен негізі барлық аниманы жақсы көремін. Есіме түскен айтайын. Могила светлячков өте жақсы аниме. Келесі мен негізі күлкілі анималарды көрген жақсы көремін. Аниме комедийный. Өте қызығы. Могиладан кейін күлкіге ауысып өте қызық екен. Дұрыс негізі. Дұрыс. Емдеу ғой өзінің емдеу сияқты. Өте прям. Олар Fairy Tail, Hunter классикады. Ал біз тәмамдадық. Бізде аниме кеңестері бар. Өте жақсы қонақтар келді. Және сұлу қонақтар келді. Макото Синкайдың кейіпкерлері сияқты. Бүгінгі тақырып Макото Синкай туралы болды. Сіздерге ұнады деп үміттенеміз. Бізді Изи қосымшасынан көріңіздер. Бұл аниме дүкен.